Ертеде кесеқап пен тұтқыш өмір сүріпті. Екеуі үнемі киіз үйдің керегесінде қатар ілініп тұратын. Бір күні үй иесі сыртта құрт пісіріп жатса, киіз үйдің ішінде ілулі тұрған кесеқап пен тұтқыш: «Мен ең керек затпын. Кеселерді сынып қалудан қорғаймын. Маған ешкім тең келмейді». «Дұрыс айтасың, досым. Сенсіз кеселер сынып қалуы мүмкін. Бірақ мен де ыстық қазанды да, табаны да көтеремін». Кесеқап ойланбай тұрып, тағы да мақтанып жіберді. Жоқ, мен онсыз да кереметпін. Менсіз ештеңе істей алмайды». Ол сәтте үй иесі ошақ үстінде тұрған қазанды алмақ болып, тұтқышты іздеп киіз үйге кіреді. Кесеқап көмектесе алмайтынын түсініп үндемей қалды. Әжей тұтқышты пайдаланып қазанды көтерді. Алайда құрттың дәмін көру үшін кесеқаптың ішінен кеселерді алып жатқанда, кесеқап та өзінің керек екенін түсінді. «Көрдің бе? Біз екеуміз де пайдалымыз. Әр қайсымыздың өз орнымыз бар». «Дұрыс. Мен де сен де үйдің жәрдемшілеріміз». Сол сәттен бастап кесеқап пен тұтқыш тату дос болып, бір-бірін құрметтеп өмір сүрді. Кесеқап бұл қазақтың ұлттық бұйымы. Кеселерді салып қоятын арнайы қалта түріндегі бұйым. Тұтқыш ыстық қазан, таба сияқты ыдыстардың сабын немесе қақпағын ұстауға арналған қолғап тәрізді ас үй құралы.